Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бізде Hyundai автокөліктер обзорда. Бірінші көлік бізде Hyundai Elantra. Бұлардың бағасы Араб Әмірліктерінде 50 мың мен 60 мың дирхамның арасында жүреді. Салондардың ішін көрсетіп жіберейік. Полный электропакет. Elantраның іші жаңағыдай велюр. 2021 жылғы, объемы 2 литрлік, 21 мың ғана километр мейл жүрген. Бұл коробка автомат. Екеңіз. Задний вид камерасы бар, оригинальный драйв режим. Драйвтың орындарын ауыстыра аласыз. Спорт, жаңағы смарт режим, умный вид, мультируль, жаңағы коробка автомат, салоны велюр, бірақ состояниесі өте жақсы. Бұл көліктің бағасы 57 мың дирхам тұрады. Бұдан кейінгі көлігіміз Hyundai Sonata. Бұл автокөліктің бағалары 8 миллион мен 11 миллионның арасында жетті. Комплектациясына қарай. Нау 2D5 простой комплектация, серый өте әдемі түсте. Бағасы 8,5 миллион. Полный электропакет, салоны велюр, механический управлениясымен. Салон ішін қарап кетейік. Салон ішінде мінекейіңіз. 33 мың ғана миль жүрген, мультируль, электропакет, драйв режим, автохолд, коробка автомат, пультовый управлениясымен. USB, зарядный устройство. Одан кейін Kia Sorento 2D5 бензин, 7 орындық, су жаңа 2022, 0 пробегпен. Бұл енді уже полная комплектация емес. Панорама жоқ, дисплей жоқ, кнопочный шайба жоқ, рычагпен, задняя камера, передний задний парктроника, мультируль полный. Так, будет подогрев сиденья, обдув сиденья жоқ. Климат-контроль бар. Бұл да тоже Корея. Оман жинақтаған. Сборку Оман. Мына жеріне крышка сағайды екен. Кожаный салон. Артта екі қатар орындығы бар. Шторкасымен. 2D5. Бұл да өте жақсы вариант. Бұның бағасы айтпақшы арзан. 128 мың дирхам. 1.6 гибридке қарағанда. Комплектация средний деп айтсақ болады. Push-start-пен бесключевой доступ. Кожаный салон, панорама жоқ. 360 камера жоқ. Дисплей жоқ, неде щиток приборда. Тоже ничего. Один резкий. Электрический багажник. Ассалаумағалейкум достар, RAV4 2021 оригинальный алдан болған. Так, объем 2D5, полный привод, XLE, бесключевой доступ, push-start, климат-контроль, люкпен, кожаный салон, кожасы оригинал. Пробег 1871. Чек жанып тұрған жоқ. Айырбаг атылмаған. 23.200 доллар сұрап тұр. Қазір саудаласамыз. Саудасы бар дейді. Артында поликтері бар. Запас там пред. Арттан ешқандай повреждение болмаған. RAV4 сұрап жүрген жандар, XLE, полный привод. Хабарласамыз. 2021.
Короче, 23.200 доллардан 22.200 долларға түсіртіп қойдым. Кімге қызық хабарласамыз. Осы жердегі бағасы 22.200 доллар. Икселі полный привод сұраған жандар хабарласыңыздар. Назарларыңызда Hyundai Santa Fe өте жақсы бағада беріп тұр. 2.5 полный привод. $32.500. 4 вода міне. Вода 2.5 2023 модели. 2022 пробирки. Мадейн Корея, корейский сборка. Для рынка араба шыққан. Пробега 25 километр. 3 ряд сиденья, артында шторкалары бар, төбесі панорама. Оған қондыруға қажет заттар, егер алып жатсаңыздар. Электрический сиденье, кожа, подогрев, және де багаж электроағызыр керек. Сонымен болды. Машина уже жақсы комплектация болып шығады. Өзі жаман емес комплектациясы. Өте тамаша баға, әдемі баға. Алам деушілер болса, хабарлассаңыздар болады. Тек бір ғана штук Santa Fe қалған. Алып үлгересіздер. Бұрын бұл деген мынау бағада болған жоқ, бірнеше ай болды. Қазір қанша 119 мың деп тұр ғой бұл жерде. Өзінің бағасы алдылары 26-дан сатылып тұрған. Осылар.